Маған мен айта кетейін, ұнаған намысшыл халық, сабырлы халық. Кішкентай балдарына дейін сондай. Жыламайды олар. Ауырса да. Шыдайды. Мысалы біз көрдік қой ауруханаларда. Ауырса да көрсетпейді. Әйел дәрігерлер жіберу керек деп ойлаймын, себебі қазір әйелдердің жағдайлары нашар, қиындау енді Ауғанстанда. Көп әйелдер үйде тұрады. Ана мен бала өлім жітімі өте жоғары. Бірге мына босқындардың лагеріне бардық. Сол кезде енді жүрек жарылатын картина ғой енді. Кішкентай палаткада 20-30 адамнан жатады. Кішкентай балдар көбінесе. Қалада өте көп қару ұстаған адамдар өте көп. Қанша балам бар десе, бір балам бар. Енді жас үлкен, неге бірақ 4-өө қайтыс болды. 5 баладан 1-еуі бар. Бүгін бізде қонақта травматолог, ортопед Олжас Бекарысов, Алмас Қыдыров мырза, нейрохирург. Сіздер жақында Ауғанстаннан елге оралдыңыздар. Жалпы сол жақтағы тәжірибелеріңізбен бөлісіп өтсеңіздер. Қалай болды жағдай? Сәлеметсіз бе, Қаламқас. Осы қазан айының аяғында біздерде денсаулық сақтау министрліктен хабар келді. Қазақстаннан Ауғанстанға үлкен көмек жіберейін деп жатыр. Соң гуманитарлық көмекпен бірге дәрігерлер жіберу керек деп. Сол кезде үш ұлттық орталыққа мамандарды өздерін таңдаңдар, жіберіңдер деп айтылған. Сол кезде біздің травматология ортопедия академик Батпенов атындағы орталықтан 5 ортопед, біздің Әлекен істейтін ұлттық нейрохирургия орталығынан 3 нейрохирург, және де ұлттық шұғыл медицина координация орталығынан 5 дәрігер жиналды. Сол жиналған кезде бәріміз өз еркіммен бардық. Қинап ешкімді жіберген жоқ. Өз еркіммен сол топ құрылып күттік. Қашан рұқсат болады, қашан борт болады, дайындалып, визаларымызды турлап. Және 13-ші қараша күні біздің әскери ұшақпен, гуманитарлық көмекпен Кабулға ұштық. Кабулға ұшқаннан кейін біздерді Ауғанстан денсаулық сақтау министрлігі күткен, біздің елші күтті. Ақбасов Ғазиз Исағалымович деген кісі жақсы қарсы алды. Ертесіне бәрімізді Ауғанстан денсаулық сақтау министрлікке шақырған. Сол кезде біздерге тапсырма берген. Кім қай жерде барады, қандай жұмыс жасаймыз, кімдермен жұмыс жасаймыз. Сол біздің дәрігерлерді 3 топқа бөлген, 3 үлкен госпиталь Кабулдың. Біздің травматолог ортопедтер Вазир Акбархан атындағы травматология ортопедия орталық бар Кабулда. Біз сол жақта жұмыс жасадық. Біздің нейрохирург әріптестер Шахзаид, хирургтар басқа госпитальда жұмыс жасады. Сол 10 күн сол жақта жұмыс жасадық. Әрине не айтуға болады? Қазіргі таңда Ауғанстан қарапайым халықтың жағдайы өте нашар, өте ауыр. Себебі 50 жылдан аса соғыс болып жатыр. Экономикалық криз болып отыр қазір. Ауруханаларда әсіресе қатты көрінеді ол. Себебі көп жабдықтар жоқ оларда. Мысалы біз әбден үйренген мысалда наркоз беретін аппараттар, операция жасайтын жабдықтар, оның ештеңе жоқ. Бірақ әріптестеріміз оған қарамай өз міндетін атқарып, мысалда елге қызмет жасап, бәрін қолдарына келген көмегін көрсетіп жатыр. Біз келген екен көрдік, былай бізде высокий технология дейміз ғой, ондай енгізуге мүмкіншілік жоқ ол жақта. Бірақ былай қол тиімді технологиялар енгізуге болады, біздің опытысын бөлісіп. 10 күн операция жасап, обходтар жасап, консилиумдарға қатысып, жақсы тіл табыстық әріптестерімізбен бірге. Бірінші кезде халық жағынан және мына дәрігер жағынан
былай кішкене дистанциямен жүрді, бірақ кейін біздің көмегімізді шын жүректен беріп жатқан көмекті көріп, олар да ашылды. Уже 3-4 күн артымыздан жүгіріп рентгендерімізді көрсетіп, мен тұсқаны көріп берші, мына палатаға кірші деп былай сүйреп, көп науқас болды сол кезде. Шын айтқанда мына екі жер сілкініс болды. Одан басқа мысалы оқ жарақаттар көп, мысалы жол апаттан зардап шеккендер өте көп. Сондықтан мына біздің Вазира Бахран госпиталі күніне 50-60 науқас түседі жарақаттармен. Көбінесе қандай жарақаттар болды адамдар? Сол айтып отырмын ғой, оқ жарақат болады, мысалы жол апаттан болады жарақаттар, кейін жан-жақтан өңірлерден қалып кеткен жер сілкіністен науқастарды алып келеді, асып қалған. Ең жаман сол, бірінші көмек дұрыс болмағаннан кейін, мына Кабулға алып келген кезде науқастардың жағдайы ауыр болған көбінесе. Себебі мына переломдар, жаралар асынып кеткен, іріндеп кеткен, сонда осложнениелер өте көп болды. Біздің бригадада ұлттық орталығының ірінді травматологияның бөлімшенің меңгерушісі болды. Опыты өте үлкен. Сол бәріміз жабыл, сол ірінді жараларды емдеп, астемилеттерді емдеп, сол опыттарымызды бөлістік. Негізі бұған дейін ондай тәжірибе болған жоқ бізде, қателеспесем, енді Ауғанстанға бірінші рет барып отыр біздің дәрігерлер. Негізінде Ауғанстанға осы мына жаңа Талибан келді ғой енді. Олар келгелі бері ең бірінші топ дәрігер шетелден келген, Қазақстаннан келді. Ең бірінші көмек көрсеткен Қазақстан бұл елге. Гуманитарлық көмек берді, мысалда Омда бидай жері батыр, басқа көмектесі батыр. Мына палатка дейді ғой, уже где-то 20 мыңдай палатка жіберді мысалда бұл халыққа. Дәрігерлерден ең бірінші топ шетелден келген біз Қазақстаннан. Сол жалпы 10 күннің ішінде тағы басқа қандай бір ерекше жағдайлар орын алды өздеріңізде? Жалпы ол жақтың халқы қандай екен? Осыған дейінгі сұхбаттарыңызда айтқан екенсіздер, сабырлы деп. Ешқандай жаңағыдай, мысалы 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат күту керек болса, күтіп тұра береді деген секілді. Сабырлы халық, сабырлы. Кішкентай балдарына дейін сондай. Жыламайды олар, ауырса да. Шыдайды. Мысалы біз көрдік қой ауруханаларда да. Ауырса да көрсетпейді олар. Сабырлы болады. Енді 50 жылдан астам соғыс болғасын олар сондайға үйренген ба? Тәрбие сондай ма? Бір күні біздерді біздің елшілікпен бірге мына біріккен ұлттар одағында онда бірге мына босқындардың лагеріне бардық. Сол кезде енді жүрек жарылатын картина ғой енді. Палаткаларда құр жерде үлкен бір әр кішкентай палаткада 20-30 адамнан жатады. Кішкентай балдар көбінесе, әйелдер, шалдар. Түнде суық жоқты. Минусқа дейін барады, күндіз 15-16 градус. Үстерінде киім, астына төсейтін ештеңе жоқ, жамылатын ештеңе жоқ, құр жерде жатады. Ол бәрі мына Иран, Пакистаннан келген ауғандықтар. Сол кезде көзіміз жетті, біздің көмегіміз қайда кетіп жатыр, кімге ол көмек. Сол кезде енді белгілі болды, нақты бұл жақта көмек керек енді. Көмегіміз осы кісілерге кетір, осы адамдарға. Себебі ол жақта ешқандай пешті жоқ, жылытатын, медикамент жоқ, тамақ, суы бар, тамағы бар, басқа түк жоқ оларда. Біз келдік енді, біз елшілік шақырдық, медицина көмек керек па, соның бәрін көрдік, аурулар бар ма жоқ па, сол адамдармен сөйлестік, кішкентай балдарды көрдік. Енді қиын жағдай оларда, өте қиын. Сіздің жалпы жағдайыңызда қалай? Олжас апай айтқандай, шын мәнінде сабырлығы, шыдамдылығы ол көп. Ол
сол соғыс барысынан өзгерген енді өз көзқарастарына байланысты деп ойлаймын. Өйткені олардың сол дәрігерлерге деген сыйластығы өте жоғары. Бұл көрсеткіш ол олар дәрігерді енді көмекші ретінде көреді. Және де дәрігерлерге өте қатты сенім артады. Дәрігерлердің айтқан олар үшін заң. Сондықтан да бұл енді сол халқының өз отанына деген патриоттық сезім мол болғандығын көрсетеді деп ойлаймын. Өйткені енді дәрігерлерді оны андай басын шалқайтып, ойбай мен осы жердің енді құрметтеңдер, мен сыйлаңдар деп емес, жоқтан бар жасап отырған дәрігерлер деп ойлаймын. Өйткені ондай жағдайларда ота жасау, сондай жетіспеушілікте ота жасап, өз халқының, өз азаматтарына көмек көрсету, ол үлкен сыйластық, үлкен құрметті талап етеді деп ойлаймын. Сосын енді бізге, қазақстандықтарға, қазақ еліне өте сыйластығы мол халық. Олар бізді бауырлас елдер деп санайды, біз де солай санаймыз. Және де көп араласа келе өзіміздің әріптестерімізбен, сол Афганда тұрып, сол жерде жұмыс істеп жүрген әріптестерімізбен көп сұхбаттасқан кезде, енді олардың басқа елде, мемлекетте басында алған тәжірибелері бар, дәрігерлер бар, жасы менен бірталай үлкен дәрігерлер бар. Солар енді біздің келгенімізді өте қошемет етті. Өйткені бізге дейін келген дәрігерлер, мысалы, олар тек қана кеңес жүргізіп, өздеріне науқастарды таңдап, басқа, мысалы, Пакистанға, Индияға сөйтіп алып кетіп отырды деді. Сіздер осы жиендеріңізді түре салып, бізбен бірге осы жерде барымызбен базар деп көмектесуге атсалысып атқандарыңыз біз өте қуаныштымыз. Сол ізгі илтипаттарын білдіріп, енді соңында денсаулық сақтау министрімен де кездестік. Сол кетер барысында сапарымыз бітіп, іс-шарамыз біткеннен оның да көп бізге деген осы құрметі мол болды. Өйткені қандай да болмасын, әрбір табиғат апаттары ол өте қиын жағдай. Бұл жерде дамыған елдердің өздері де өте көп зарап шегеді. Ал бұл мемлекет енді қанша жарты ғасырдай соғыспен өмір сүрген, қанша ұрпақтары сол соғыс ортасында өскен. Соның өзінде де осылай адамгершіліктерін сақтап, бір-біріне деген көмектерін білдіре біліп, және де осылай өз арасында жүрген әріптестерімізді сыйлап, оларды құрметтегені өте жақсы байқалады. Және де біздің келгенімізді де естіп, көптеген сол науқастардан андай сарафанный радио дейміз ғой, енді ұзын құлақ жеткізеді ғой. Қаншамасы сол аурухананың жанында да тұрып, андай машинамен кетіп бара жатқанда да терезеден сол снимоктарын салып, қарап беріңіз, көріп беріңіз деген сияқты. Енді ол да енді құрметті деп ойлаймын. Өйткені егер де біз дұрыс андай ешқандай іс-шара жасамай, ешқандай көмегіміз тимей жатса, олар келмейді деп ойлаймын. Шын мәнінде ол да үлкен көрсеткіш деп санаймын. Және де енді әп-сәтте көп көмек керек Афган еліне. Біріншіден енді медицина тарапынан ол сол медициналық құрал саймандары және де аппаратура дейміз ғой. Жеткіліксіз, сіздер өздеріңізбен бірге апардыңыздар? Травматология бөлімшесі апарды, өздерімен бірге. Енді бізге нейрохирургтарға біз аппараттарымыз апарсақ, онда бір самолет толығымен керек деп ойлаймын. Енді керек жарақ аппараттарын бәрін өзіміз апарып, сонда әрине ол да жақсы көрсеткіш болушы еді деп ойлаймын. Бірақ біз сол жерде барымен базар болып, сол атсалысып, өз ой пікірлерімізді білдіріп, және де сол науқастардың жағдайын жақсартуға атсалысқанымызда, сол жерде ота жасағанымызда, енді есте қалар жағдай деп ойлаймын. Бұл да әрбір дәрігердің мойнына жазған бір тәжірибесі. Өйткені біз қайсы жақсы, ақтың қара, қараның ақтың қара екенін, енді қараның қара екенін, ақтың ақ екенін салыстырып қана білеміз. Сондықтан да мен үшін үлкен тәжірибе. Өйткені жоқшылықта бұндай жағдайлар енді
бетінен қылсын. Болған жағдайда біз өзіміз қалай ұстануымыз керек, қалай біз көмек көрсете алуымыз керек, қалай біз оны ұйымдастыруымыз керек, ол да үлкен тәжірибе. Және де енді шын мәнінде дәрігерлер айтады ғой, дүние жүзін біріктірген адамдар деп. Қай мемлекетте болмаса біз дәрігер өз арамыз тіл табысу қиыншылыққа түспейді. Сондықтан да біз де өте құрметімізді білдіреміз сол Афған елінің дәрігерлеріне. Бізбен бірге болған, енді бізді сол өйткені тіл барысынан да өте қиыншылықтар көп туындады. Өйткені көп қарапайым халқы мысалы ағылшын тілінде жетік сөйлесуге қиын. Олардың өзінің ұлттық тілдері бар. Сол ұлттық тілдеріне сол бізге сол дәрігер әріптестеріміз сол аудармашы болып сол бізге аударып, өз тілінен ағылшын тіліне сөйтіп аударып бізге енді ол жағынан да үлкен көмек деп ойлаймын. Өйткені науқастың қай жері ауырып тұрғанын білмей тұра, оған қандай ем-шара қолданатынды да енді түсініксіз болады ғой. Сондықтан да өте жақсы, бір-бірімізден жақсы андай бірдей жұмыс істеп, сөйтіп жұмысымыз енді жарасып кетсін деп, сол біз қолымыз тиген науқастарымыз сауығып кетсін деп тілектеспіз енді Құдайға шүкір. Осы жұмыс процесінде жалпы қауіпсіздік шаралары қаншалықты сақталған екен? Қателеспесем, сіздерде жаңа қыз бала, яғни әйел адамдар жоқ, тек ер адамдар бардыңыздар, 10 адамның бәрі ер адам. 13 адам. 13 адамның бәрі. Ол жаққа барған кезде жалпы қалай болды? Бір іште қорқыныш деген секілді. Енді ол жақ енді соғыс бітіп жатыр, әлі көп әлі группировкалар бар, соғысу бар. Сондықтан қалада өте көп қару ұстаған адамдар өте көп. Біз оны білмейміз, олар талиптер ма, ол армия ма, полиция ма, кімдер олар, бәрі бірдей түрлері. Жан жақта чекпоинттер тұрады, блокпосттар, қару өте көп. Біздерге енді біз бейбітшілік елден келген екен, біздерге өте былай жаман көрінді, мысалы, өз-өзіңді бос ұстай алмайсың. Бірақ біздің елшіліктің жігіттеріне рахмет айтқым келеді. Себебі бірінші күннен бастап біз кеткенше қасымызда жүрді. Ғазиз Исағұлович бірінші елші Ауғанстанда біздің еліміздің елшінің кеңесші Аят Елеусинов. Олар өте жақсы қолдады біздерді. Мысалы, біз қай жерге барсақ та біз міндетті түрде тек қана елшіге алып барады біздерді. Олардың өздері брондаған үлкен джиптер болады. Сол брондаған джиптермен жүрдік Кабулда. Олар мысалы өздеріміз ешқайда шығуға бізге тыйым салынғанда, мысалы отельден, ауруханадан біз шықпайтын едік. Тек қана елшілік келеді, өздері алып барады. Біздің шекарашы жігіттер болды, мысалы біздің қауіпсіздікке жауап беретін. Солардың бәріне алғысымыз шексіз. Себебі олар болмағанда біз өз жұмысымызды атқарамайтын едік. Біз аурухана кіргесін, біз оның бәрін ұмытамыз. Сыртта не болып жатқанын, тек қана өз жұмысқа кірісіп кетеміз болды. Олар біз далда күтеді, мысалы қанша біз 6-8 сағат болсақ та, 10 сағат болсақ та ауруханада олар күтеді сол жақта. Шыққасын, машинаға отырғызып, отельге апарады. Отельде өзі күзетшілер болады, автомат ұстаған, кәдімгідей крепость дейді ғой, сол сияқты. Арасында бір андай кинода жүрген секілді сезім. Отельдің номерлері бәрі орындаған. Отельдің есік бар ғой, номер, олар біріндаған. Сырттан қарумен атамайсың. Өтпейді. Шын мәнінде біздің Қазақстан Ауған еліндегі елшілігінің азаматтары өте өзім сол Ауған елінде жүрсем де өз елімде жүргенде қауіпсіздік сезіндім. Өйткені олар сол мемлекеттің менталитетін, олардың мәдениетін бәрін жақсы біледі. Өте соған сенімді, өйткені олар көз қарастарынан біледі, мысалы адамдардың қандай екен. Біз оны бәріміз бәрі бірдей сияқты көрінеді, бірақ мысалы айтады, мысалы бұрынғы мысалы не болған адам деп, мысалы біз оны қайдан білейік, ондайды көрмегенбіз. Қалай дейсіз? Енді бұрын андай
қару жарақ ұстаған адам, мына мысалы халық қарапайым андай соғысқан сосын Соғыс толығырақ айтып беріңізші, олар біліп тұрады ма сонда адамдар? енді олар көзқарасынан уже қанша сол олар мен дипломатия деген енді олар білмесе бізге бәрі бір адамдай көрінеді де. Шын мәнінде енді қай жерде қауіпсіздік, қай жерде қауіпті жер, мысалы соның бәрін бақылап, біздің екі ауруханамен сол қонақ үйге дейінгі жолымыздың бәрін солар бақылап отырды. Сондықтан да мен өз басым ойлаймын, өте жоғарғы деңгейде қауіпсіздігімізді қамтамасыз етті. Жаңағы, яғни былай айтсақ болады ғой, Ауғанстан жалпы халқы сіздерге қарап қару ұстамаған адамдар деп ойлайды. Біздерге ма? Иә. Иә, енді біз қару ұстамаған адамбыз. Енді дәрігерміз, енді біз әскер емеспіз. Біздің ең Жақсы ниетпен келіп жатырмыз да, соның бәрін көрді ғой. Мынандай ой туды, мысалы әріптестеріңіздің арасында әйел адамдар болса, мен де баруға қарсы емеспін деген секілді сондай пікірде болған дәрігерлер арасында болды ма? Жалпы мен қорықпаймын деген секілді. Әрине де, бірақ енді Қазақстан бірінші рет жіберіп отыр ғой дәрігерлерді. Сондықтан көбінесе мына хирургиялық мамандықтан болғасын, травматолог, ортопедтер, нейрохирургтар, хирург, уролог, реаниматолог. Ол жақта көбінесе мына жігіттерді, мына жас жігіттерді таңдады да, мысалы. Енді ниет білдірген көп еді ғой. Олардың арасына былай қалай жинап да, мысалы. Отбирать етіп қалай. Иә, арасынан Таңдап, сол топты жинадық. Бірақ әйел дәрігерлер жіберу керек деп ойлаймын, себебі қазір әйелдердің жағдайлары нашар, қиындау енді Ауғанстанда. Мысалы біз істеген ауруханада әйел кісілерді жататын еді, сынықтармен, жарақаттармен түседі. Оларға қарайтын әйел кісілер, медбикелер жүрді, бірақ әйел дәрігерлер жоқ еді. Олар енді дін жағынан басқа ұлттық қандай дәстүрлер бар ғой, олар ұялады, мысалда көрсетпей, көбінесе айтпайды. Сонда мүмкін керек шығар. Одан басқа Кабулда, Афганистанда қазір әйел дәрігерлер өте аз, гинеколог, акушер-гинекологтар. Мысалы, жалпы бар ма деген сұрақ туындайды ол жақта. Босанат үйлері өте аз. Біз көрдік, көшеде бір кірген жоқпыз, мына жекеменшік қой деймін, ана мен бала орталықтар бар. Бірақ көп әйелдер үйде туады екен. Үйде босанады. Иә. Ана мен бала өлім жітімі өте жоғары. 40%-ға дейін жетеді. Мысалы, екі баланың біреу қайтыс бола береді, мысалы. Ол жағынан енді қиындау. Иә. Өте үлкен мәселенің біреуі деп ойлаймын. Сондықтан егер ол енді біздің бірінші қадамымыз ғой. Бізден кейін де мүмкін басқа әріптестер баратын шығар. Бала дәрігерлер, әйел дәрігерлер керек, эпидемиологтар керек ол жаққа. Инфекционисттер керек. Себебі басқа аурулар өте көп, мысалы. Кішкентай балдар, мысалы, туғаннан кейін, мысалы, сол бір айдың ішінде қаншалық қайтыс болған, ол Құдайдың өзі біледі. Жартысы қайтыс болады, бір айға жетпей. Ол жақта статистика жоқ. Олар даже халықтың санын білмейді олар қазір. 40%-дан да көп болуы мүмкін, иә, сіз айтып отқан. Үйде туғаннан кейін, иә, ішетін еді, жерлейді болды. Перепис болмаған ол жақта, жинақ болған, санақ болған жоқ. Олар жалпы қанша қазір халық бар, Ауғанстанда білмейді қазір. Сол қиын. Сіздер болған уақытта, мысалға, жаңа қайтыс болған адамдар, ер адам, әйел адам, бала болсын, болды ма көз алдарыңызда сол жұмыс процесі болған жоқ? Бірақ естік қой адамдардың жылаған, былай түсінесің ғой не үшін жылап жатқанын. Күніге жүрміз ғой ауруханада. Енді Ауғанстан десе, жаңағы соғыстан бөлек белгілі ғой, мысалы, әйел адамдардың мүлде құқығы қорғалмайды деген секілді. Өздеріңіз де айтып отырсыздар, жаңағыдай өліп кету, жаңағы статистика бойынша да бала, қателеспесем, мысалы 20 баланың 11-і өліп кетеді. 20 бала
иә енді сонысы. ол нақты ол біздерде мәлімет жоқ қой. Бірақ дәрігерлермен сөйлескен кезде сөйтіп айтатын еді. Мысалы, әріптестермен сөйлесесің, қанша балам бар десе, бір балам бар. Сен енді жасым үлкен, неге бірақ 4-еу қайтыс болды. Біреу қалды. 5 баладан біреу бар. Қалғаны бір қайтыс болды. Солай көбінесе да солай. Ондай да бар. Иә. Егер енді Біріккен ұлттар ұйымының одағынан мысалы біз беженцев босқындарын сараптау бөлімшесінде болдық. Енді олардан да көп іс атқарып жатқаны байқалады. Енді ол жерде де мысалы сол палатка дейміз ғой, бірақ көбінесе кішкентай балалар көп. Оларды босқындарды Пакистан елінен және Иран мемлекетінен елге оралтып қайтарып жатыр. Енді бір естігенім, енді 6 миллиондай афган халқы сол Иран асып кеткен. Иранда соның бәрін қайтарып жатыр. Пакистанда енді 2-3 миллиондай адам дейді. Енді әрине ол экономикалық тұрғыдан да ол көп кері әсерін тигізеді деп ойлаймын. Өйткені ол адамдарды жұмыспен қамтамасыз ету керек, үйімен, тамағын деген сияқты. Ол да үлкен үкіметіне де үлкен ауыртпашылық салады деп ойлаймын. Енді заң бойынша солай салынады ғой. Бірақ көп мәнде енді олар сол мысалы басқа мемлекетте туған балаларды да қайтарып жатқаны да байқалды да. Мысалы ол ата-анасы осы Афғани мемлекетінің азаматы болса, олар мысалы 30-20 жыл бұрын Пакистанда тұрса, оларды депортация жасап, балаларын бірге қайтарып жатыр солар. Олар Ауғанстанды көрмеген. Ешқашан көрмеген ондайды. Ол ата-бабалар көшкен кезде, бірақ олар азаматтық бермеген екен, қайтарып жіберген Ауғанстанға. И балалармен бірге қосып қайтарып жібереді. 18-ге толмаған балалармен бірге. Ондайға үйренбеген. Көздері обал енді балдар. Бақырайып, қайда келген деген сияқты байқалады. Енді қазіргі енді осы алған бағыты оңды болса деп енді өз басым ойлайтыным, енді Ауғанстан мемлекетінің жетіп өскен қалаймыз ғой, енді әрқайсымыз адам болғаннан кейін. Қай жерде тұрмасан да сол тұрған мемлекетіңізде бейбітшілік болса екен деп, енді шын мәнінде енді олардың да сол енді қалаулары бір деп ойлаймын халқынан. Бірақ қалай өмір қазір жүріп жатыр, ол болашақты армандағанша қазіргі іс-әрекетімен енді байқағанымыз жолдарын жөндеп, мысалы кішкене құрылыс сынған ғимараттарын қалпына келтіріп жатқан онда көрінеді, жолда кетіп бара жатқанда. Және де енді жолды сыпырып, тазалап әрекеттер жасалып жатыр. Істейді. Ол жағы мындай шашылып жатқан қабыл емес, қазір көп көрінікті, әдемі андай бұрынғы қоршалып заңсыз түрде салынған үйлердің бәрін алып сол жерден жолын қайтадан қалпына келтіріп жатқандар байқалады. Енді ол да көзге көрінетін зат деп ойлаймын. Бірақ қазіргі ең маңыздысы енді санитарлық гигиеналық норма дейміз ғой. Ол канализация мен сол су ғой, су. Жалпы жүйелік су қамтамасыз ету ол жерде жоқ. Әрқайсын өзін мысалы жер астынан салған скважина дейміз, сол жерден алып бір районда мысалы бір скважина солай. Және жылу, әрине. Жылу жоқ. Ауруханаларда да жоқ, біздің отельде жылу жоқ. Сонда мұздай су жылы су бар, бірақ отопление жоқ. Кейін краннан су ішуге болмайды, себебі оның қандай нормамен сәйкес ешкім білмейді, қайдан келіп жатқанын. Канализация жоқ, әр үлкен үйдің қасына септигі болады, сол кешке тазалайды оны. Соп тастайды цистернамен. Сондықтан иісі да бар әжептәуір көшелерде. Сондай. Бірақ енді жайлап дұрысталып жатқан сияқты. Бірақ халқы сол суды ішеді, немесе ішпей ма? Көбінесе бутылкадан сулар ішеді, байқаған. Қарапайым халық не ішетін білмейміз енді. Ауруханада мысалда
тамақ таратады, мысалы 3 мәрте тамақ береді науқастарға. Бар дәрі-дәрмектерді таратады, мысалы. Енді жетпеген аптекадан сатып алады. Егер керек импланттар болса, оны да аптекадан сатып алады. Өкіметтен жоқ та, мысалы, сатып алмайды, бәріне жеткізе алмайды да. Суд та береді. Қалай заводы? Қамқорлық. Сол халыққа қамқорлық сезіліп жатыр да, бар екен. Бірақ енді маған, мен айта кетейін, ұнаған намысшыл халық. Себебі сұрады ғой, осындай соғыс болып жатыр, 50 жылдан аса. Олар көбісі шетелден оқып келгендер. Неге қаласамадыңдар сол жақта? Пакистан, Иран, Индияда ма, Дубайда ма, неге қалмадыңдар? Мен не үшін алған болып толдым? Шетелге жұмыс істеу үшін мен өз халқыма қызмет ету керекпін болды. Олар мысалда жағдай бар, қазір көшуге, бірақ көшпейді, олар тастамайды өз елін. Ұнады маған. Ат салысып, бәрі бірігіп, былай науқастарға қызмет етіп, көмегін көрсетіп. Енді профессионалдар деп айтуға болады, біздің әріптестеріміз. Сіздер жаңағы аэропорттан түскен кезде телеарналар, жалпы бақ өкілдері материал жасап, енді әлеуметтік желіге салды. Сол кезде комментарийлерді оқып шыққан кезде енді көбі жалпы дәрігерлер біздің жасасын деп жаңағыдай жақсы пікірлер жазған екен көбісі. Бірақ арасында хейттер деп айтайықшы, мынандай да пікірлер оқыдым. Жалпы аппаратура, ол жақтың дәрігерлерінің біліктілігі туралы айтқан кезде салыстыратын мемлекет екен деген секілді, жаңа мысқыл күлкімен солай пікірлер оқыдым да. Бірақ менде мынандай сұрақ туындады. Сіздер енді дәрігерлер ол жақта жалпы мемлекеттің деңгейінен бөлек бір ғана нәрсе, ол адамның өмірі ғой. Өздеріңіз айтқандай, бәрібір жер мен көктей. Мысалы Қазақстандағы жағдаймен ол жақтағы адамдардың сіздерде мысалы іштей деп айтайыншы, қандай сезім болды? Сол мысалы адамдар емдеп жатқанда мен видеоларды қараған кезде мысалы аяғына операция деп айтамыз ба? Мен денем түршігіп кетті анау видеолар көргенде, былай жаңағыдай пышақпен алып ішіне операция жасаған кезде. Жалпы қандай сезім болды деген ғой іштей адамдар. Енді басында айтып кеткенде бәрін салыстырмалы түрде дейміз, ең бастысы шүкіршілік болу керек. Әрбір адамда, мысалы мен өз басым ойлайтыным, адамда шүкіршілік болу керек. Ол дегеніміз, ол осы бар жағдайымызға қанағат тұтыну керек. Және де оны жеткізу, ол адамда қанағат тұтынған адамды жеткізуге мүмкіншілігі болады. Егер де ол жоқ, біз дамыған елдермен өзімізді салыстырып, ан жақтанда екен, бізде мындай екен деген, ол мысалы көп нәрседе шашылып қалуға келетін сияқты. Сондықтан және де айтып отырмыз ғой, патриоттық сезімдер өте мықты. Қай жақта болмасын, қайта білімді дәрігер болса да, ол өз елім, өз жерім деп осында ұмтылған. Енді біз айтады ғой, балық қай жерде терең, адам қай жерде жақсы екенін таңдайды деп. Бірақ ол патриоттық сезімді ешқашан оятпайды. Бұл жерде адамдардың біз бір ұлтпыз, біз бір мемлекетпіз деген ұғымы өте жоғары. Қанша мысалы жыл соғыс болса да, ол өз жерінен қашып, жерін тастап, басқаны шабуылшыларға тастап кеткен адамдар емес. Ол сол жерінде, мен атам осы жерді қорғаған, әкем қорғаған, мен де қорғау, мен міндетім деп. Мысалы, бұл да үлкен көрсеткіш деп ойлаймын. Өйткені қазіргі кезде байқасақ, жүйе пайда болғаннан кейін патриоттық сезім азайған байқалады. Ол патриоттық сезім деген, ол менің елім, менің жерім, бұл елім, өз жерім үшін жанымды беруге мен дайынмын деген, ол патриоттық сезім көрсеткіш деп ойлаймын. Әрине, басқа мемлекетке барып, олар тәлім тәжірибесін алып, сол тәлім тәжірибесін өз мемлекетіне енгізуге талпынып жатқандар бар, мысалы. Өте жақсы көрсеткіш, және сондай патриоттық сезім ешқашан ешкімде де өшпес екен деймін. Енді шын мәнінде және де олардың ар намыстары жоғары байқалады.
өйткені олар жоқшылықты жоқ деп айтпайды. Барымен істеуге, барымызбен осы ісімізді атқаруға біз атсалысамыз деп. Солай енді әрине сіздердегідей енді бізде жағдай емес шығар дейді. Бірақ біз айтамыз да, енді ол жағдай болашақта сіздерде болғанға да біз тілектеспіз, сондай жағдай. Енді сол үшін осы ол мемлекет аралық осы іс-шаралар ол сол біздің мемлекеттің асып тасып атқаннан деп ойламаймыз. Ол біздің мемлекетіміздің жанашырлығы, біздің мемлекетіміздің адамзатты қорғап қалуға жасаған іс-әрекеті деп байқауға болады. Өзіңіз жалпы сол жақта қанша адамды, бір күнде қанша адамды емдедіңіз жалпы? Енді басында барғаннан кейін енді бірінші кеңестер жасаймыз, сол бөлімшеде жатқан науқастарды қарадық, сол жерден кейстерді таныстық. Сосын арасынан енді өзіміз енді істеп көмек көрсете алатын науқастарды алып, соларға күнін белгілеп, сосын соларға ота жасадық. Ол жерде жас айырмашылық бойынша мысалы үлкендер, ондай оған ешқандай біз қараған жоқпыз. Біріншіден ең маңыздысы ол біздің нейрохирургия саласынан енді адамның жанына бататын затты кетіру ғой. Сол мысалы сол тараптан ешқандай әйел болсын, еркек болсын, бала болсын, оған ешқайсына қараған жоқпыз. Тек андай кімнің жанына қаттырақ батады, кімнің жанына түршіктіретіні, сонымен әйтеуір жоспарлап, сөйтіп аман-есен бәрі оталарымыз жасап шықтық. Әрине ол жерде олардың шыдамдылығы бізді таңғалдырды, шын мәнінде. Енді көптеген белге жасайтын операцияларды, мысалы бізде жалпы наркозбен жасалынатын операцияларды олар андай белден салынған спинномозговая анестезия дейміз, жұлын арқылы жібереді. Сонымен проводниковая анестезия, сонымен жасадық. Енді мен үшін бірінші болған тәжірибе, өйткені біз үйреніп қалғанбыз, науқасымыз тынып-тыныш наркозда ұйықтап жатыр деп. Жерде науқас өзі ояу, бәрін естейді, бәрін көреді. Бір дыбыс шығармайды. Бірақ бір дыбысты шығармайды. Өте шыдамды. Мен қайта сұрай берсем, ауырған жоқ дейді. Енді біз енді дәрігер болғаннан кейін кей кезде бел кетпетінен, енді көз қиылысынан байқаймыз ғой, соны ауырған сезіледі ғой. Біз дәрігер болғаннан байқаймыз ғой. Ондай ауырмайтын болса, бізде де солай проводниковая анестезиямен жасай берсек дейміз ғой. Сол сияқты және де енді аппаратура. Ең маңыздысы жетіспеушілік. Сол жетіспеушілік. Мысалы біз көп операциялар біз қазір кіші инвазивті технологиямен жасаймыз да, мысалы да, ашпаймыз да, қатты кеспейміз. Кішкентай проколдармен жасаймыз да, мысалы. Себебі ол мысалы ауырмайды, мысалы да, науқастар жақсы, мысалы да, көтереді, ондай операциядан кейін жақсы да жағдайлар, тез айқа тұрып кетеді. Ол жақта ол не арқылы жасалынады? Заманауи жабдықтар арқылы. Мысалы да, операционный біздерде CRM деген, мысалы да, мобильный рентген аппарат тұрады, әр операционда бар, мысалы да, нейрохирургтарда, травматологтарда навигациялар болады, басқа нәрселер бар, оның ештеңе жоқ. Сондықтан олар операция жасағаннан кейін үлкен былай терісін кесіп, былай үлкен разрезмен жасайды. Ол травматичный болады. Сол үшін айтылыр, әлеке, қалайсыңдар, жақсысың ба, қалай? Себебі қан кетеді, қан тоқтататын аппаратура жоқ, мысалы. Жаңа мен көрген видеоларда, операция енді сол жерде адам жалпы наркозда емес, ояу жатыр ма сонда? Шыдамды халық. Шыдамды, бір мен байқағаным, жақсылықты ұмытпайды олар. Егер мысалда олар қазір есті Қазақстан келіп қолын үшін созып жақсылық істеген, ол ауған халық ұмытпайды. Ешқашан ұмытпайды. Ол немерелеріне айтады әлі. Осындай Қазақстаннан осындай көмек келді. Мысалда, мысалы бидай келді, палатка келді, дәрігерлер келді, көмек көрсетті. Ол да естерінде қалады осы ауған халықтың деп ойлаймын. Себебі бәрі олар өздері айтады, біз сондай халықпыз, біз жақсылықты ешқашан ұмытпаймыз.
бірақ жамандықты ұмытпаймыз дейді. иә жамандықты да ұмытпаймыз дейді. Шын мәнінде осындай іс-шаралар мемлекет тарапынан мысалы жиі болып тұрса, біз бірінші рет барғаннан кейін көп нәрсені ішінен көрген жоқпыз, білген жоқпыз. Енді мысалы келесі жол барған кезде біз оны қандай уже жоспарымыз басқадай болып барады да. Енді жоспарымызды коррекция дейміз ғой, түзетіп сөйтіп барамыз да. Өйткені керек жарақтардың керек, мысалы кішкентай ғана зат болса да ол көптеген септігін тигізеді. Мысалы өзіміздің де жаңа хотя бинокулярный очкиімізді алып барсақ та ол да бірталай көмек септігін тигізеді деп ойлаймыз. Мысалы миға операция жасаған кезде ол кісілер үйренген микроскоппен жасайды. Ол жақта микроскоп жоқ. Қалай жасадыңыздар? Бинокулярный болып па? Иә. Ескі. Қиын болған жоқ па? Әрине қиын. Енді ол бұл жерде қиыншылық ол біз микроскоппен қараған кезде біз ол шын мәнінде бәрін толығымен алып тастадық, мысалы ісікті деп мысалы толығымен алып тастағанбыз, көзіміз әбден жетеді. Өйткені ана микроскоптан 12 есе үлкейткенмен біз оның бұрышын бәрін қарап шығамыз. Енді көзбен жасаған кезде соны бір қалып қойған жоқ па деген ой қалып қояды да. Енді ол біріншіден біз науқасты ойлаймыз. Ертеңде ол қалып қойған ісік болса, ертеңде ол қайтып өсуі мүмкін. Ол науқасты тағы да отаға операция жасау керек болуы мүмкін, рецидив дейміз мысалы. Сол себепті әрине ол өте септігі, көмегі өте көп. Және де болашақта мысалы егер мысалы біз сол біріккен ұлттар ұйымына да соны айттық, мысалы оларды өз тарапынан мүмкін басқа мемлекеттен, дамыған мемлекеттерден сондай аппаратура бір көмек болып жеткізсе, ол да үлкен септігін тигізеді. Біздің сонда жүрген әріптестерімізге де көп көмегін тигізеді деп ойлаймыз да. Менде мынандай сұрақ бар. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, мысал ретінде жалпы 5 баласы бар отбасын деп алайық, 4 баласы қаза тапқан деген секілді. Сіздерге келген мысалы пациенттердің көпшілігі үлкен жастағы ма, жастар ма, жалпы қалай? Әртүрлі жас та бар. Бәрі бар, иә. Кәріс та бар, иә. Әйел кісілер де болды, еркектер де болды. Енді кәдімгідей халық аурухана сияқты ғой. Иә, сол ауруханадағы мысалы әйелдерге қарым-қатынас қандай екен? Жарақатталса, мысалы Кабулдың жан-жағында мына кішкентай қалаларда ауруханалар аз ғой деймін, специалисттер де жоқ. Сондықтан көп науқастарды Кабулға алып келе береді бәрі. Осы Вазир Акбарханға, мына Шейх Заидтің клиникасына алып келеді. Сондықтан көп жиналады. Айтып отырмын ғой, бір тәулікте 40, 50, 60 науқас түседі. Әйелдерге жалпы қарым-қатынасы қалай екен, балаларға ол аурухананың ішінде жүргенде бір сезілді ме сіздерге? Олар бөлек этажда, бөлек 4-5 палатасы бар. Ол жақта персоналдың бәрі әйел кісілер, бірақ дәрігерлер еркектер да, мысалы ортопедтер келіп емдейді, қарайды. Операционда байқадым, олар әйел кісілер бөлек, еркектер бөлек былай бөлмейді, мысалы кезек-кезек операция жасай береді, мысалы да. Бөлек операционный залдар болады, соны кіргізіп жасай береді. Олар көмексіз қалып атқан жоқ. Именно сол ортопедиялық па, нейрохирургиялық басқа шұғыл, егер көмек керек болса, олар көмек ала алады. Бірақ дәрігерлердің арасында жалпы ер адамдар деп жатсыз ғой, әйел адамдар жоқ еді сонда? Енді біздің профиль бойынша біз көрген жоқпыз. Себебі бізде көбінесе мысалы біздің профиль хирургический болсын. Бірақ біз бір күні ана мен бала орталыққа бардық, Кабулдан. Ол жақта көрдік, әйел кісілер бар, мына педиатрлар бар, бірақ өте аз. Себебі қазір әйелдерге мысалы оқуға, мысалы университетке түсуге тыйым салынған. Көп университеттер жабылды. Сонда олар білім ала алмайды. Бірақ 6-шы курста ма оқығандарға бітіруге рұқсат берді енді. Қалғандарын бәрін жауып тастады. Иә, енді сол жаңалықты жалпы біз енді әлеуметтік желіден көреміз ғой, сол жалпы жұмыс процесінде қалай екен дегенім ғой, жалпы дәрігерлердің арасында, білікті дәрігерлердің арасында әйелдердің жалпы саны қанша бар ма деген секілді. Енді біздің ауруханада өте бір медбикелер болды, дәрігер. Медбикелер бар?
медбике болгондо да ол энди жасы үлкен әйелдер енді орамалда маска, сол маскамен жүрүп, медицинский маскамен медицинский жүрөт, көбүсү аны жүрөт. бетин жаппайт, бирок маска кийет баары. Сол әйел адамдар сол көбінесе бөлімшесі екіге бөлінгенде әйелдер жақ, еркектер жақ. Сол әйелдер жақта мысалы көбінесе сол медбике болып әйел адамдар істейді. Еркектер жақта ер адамдар істейді, медбике. Мысалы келген пациенттердің арасынан сіздерге байқалды ма, түсінікті тілмен айтқанда жағдай жоқ, мысалы кедей отбасы мен бай отбасы деген секілді. Себебі осыған дейінгі бір сұхбаттарда мен оқып қалған едім, оларда жалпы орта тап деген жоқ, не кедей болады, не бай болады халқы деген секілді. Осы қаншалықты рас? Оны ауруханада сезген жоқпыз, бәрі бірдей. Мысалда палаталар жататын жерлер бәрі бірдей. Мысалда бір отдельно бір вип палата болып, былай жеке жатып, ондай көрген жоқ. Оларда жеке медициналық орталықтар бар. Мүмкін олар сол жақта жүгінетін шығар. Біз енді былай өкіметтік ауруханада жұмыс жасадық қой. Ол жақта бәрі бірдей, тамақтар да бірдей, операциялар да бірдей. Бірақ енді қалада жүрген екен көресің ғой енді. Бай адамдар да бар, мысалда өте кедей. Көбінесе мысалда қанша деді, 20 миллионда не доедает. Мысалы 46 миллионнан 20 миллион мысалы күніге былай тоқ тоймайды да, мысалы аш болып жүреді мысалы. Жүрек жалғаған тамақ жейді. Иә. Біз оны далада көрдік, өте андай папаршалкалар көп, мысалда кедейлер көп. Енді түрлерінен көрініп тұр ғой, киген киімдерінен, әсіресе мына кішкентай майда балалар көп осындай қайыр сұрайтын далада. Және енді байқағанымыз қоғамдық аурулар өте көп. Енді туберкулез, бруцеллез деген, енді гепатиттар. Өйткені специфический спондилодистит дейді, солар көп. Сүйекке өтіп кеткен туберкулез көп. Себебі ол жақта енді таулы жер ғой, суық болады. Олар көбінесе мына жалаң аяқ жүреді, аяғына аяқ киім кимейді, андай шлепанцымен жүреді. Тез ауырады, ревматизм да болады, туберкулез да болады. Толықтай тамақ жемесен, постоянно суық жерде жүрсен, жұғады ондай нәрселер. Содан туберкулез көп ол жақта. Өздеріңіздің тағы қандай бір ерекше жағдай орын алды бар ма? Есіңізде қалған, немесе таңырқап қараған деген секілді? Енді бұлай особо болған жоқ. Біз айтып отырмыз, біз аурухана мен отельге дейін бір айтайын. Бір асқынып кеткен науқас болды. Жас үлкен кісі, бүйрегі жақсы істемейді. Аяғы іріңдеп тұр. Сол жалынып аяғымды кесіңдер деп айтып жатыр да. Кесін қинал. Біз түсінеміз да, мысалы егер Астанада, Қазақстанда болғанда біз оны аяғын сақтап қоятындық та емдейтін еді. Просто дәрігерлердің біздер мысалда ешқандай қолымыздың келмес себебі ешқандай оснащение жоқ, ештеңке жоқ, дәрі жоқ мысалда. Сол жылап айтып жатыр, кесіңдер дейді мысалы. Біз қараймыз, ана дәрігерлер қалайды, бәріміз түсініп отырмыз. Егер мүмкіншілік болса сақтап қояды да мысалы. Ертесін аяғын кесіп тастады. Сондай. Уже халық қиналған екен, өзі айтады, болды кесіңдер, болды, ештеңке керек емес. Егер мысалы дәл сондай жағдай Қазақстанда орын алса, оны аяғын кеспей аман алып қалуға емдеуге болады деген. Ол қазір аяқ кескен бәрібір ол ертең қанша өмір сүреді қазір белгісіз, себебі бүйрегі дұрыс істемейді, диализде, мысалы диабет та бар. Мысалы Қазақстанда оны өмір сақтап қоюға болады, аяғында қалдыруға болар еді. Бірақ ол жақта мына қазір заманауи технологиялар жоқ. Мысалда қазір мына бітеліп қалған қан тамырларды стенд қояды, мысалда шунттар істейді, мысалда қан тамырларды отырғызады, мысалда соның көп операциялар бар. Қазір бізде күнделікті жасалатқан Қазақстанда. Ол жақта ондай жоқ ештеңке. Сол амал жоқ та. Аяғын кесіп тастады. Инсульт үлкен проблема. Инсультта тек қана декомпрессия дейміз енді.
мидың кішкене ісін қабуын кішкене азайту үшін Трипаназ. сүйегін алып тастайды. Содан артық басқа ештеңке жасалынбайды. Енді айтады ғой андай аман қалса аман қалды, аман қалмаса деп. Бәрі Алланың қолында дейді. Бір Алланың қолында. Тірі қалса солай жазылды, егер сол. Ангиография, там, эмболизация. Компьютерлік томография, МРТ жоқ ауруханаларда мысалы. Сіздерде болды? Бізде бір Бізде болмаған ондай. Бірақ әріптестер жақсы былай танысып алдық, дос болдық, соны жақсы келісімдерге келдік. Қазақстанға шақырдық оқуға. Мысалы, әсіресе жастары жіберіңіз. Олар көбісі мысалы шетелде оқығандар бар, мысалы біреулер орысша біледі, Ресейде оқыған. Сол біздің ауруханада біздің Алматыдағы Асфендияров медицина университетінің түлектері бар, жұмыс жасайды сол жақта Кабулда. Олар бәрі жүгіріп келді, естігесін Қазақстаннан келді деп танысып, ол жақта көрдік. Соңғы айттық, келіңіздер, біз білгенімізді бәріміз үйретейік. Екіншіден біз жоспарда бар, тағы да бір барамыз Ауғанстанға. Ол айтып отырмын, бірінші қадамымыз, бірақ ол соңғы қадам емес. Ары қарай біз мына қарым-қатынасымыз арта береміз. Себебі бұл дәрігерлерге халыққа көмектесу керек. Тағы қандай алып қосарларыңыз бар? Бізде уақыт таяп қалған екен. Әрине бәріміз әрқайсымыз да өзіміз өз енді серпілісте болдық. Шын мәнінде біз ойлаған көп заттар, мысалы мен ойлаған мысалы көп заттардан өз подтверждениеміз ғой, енді оны таппады, дәлелін таппады. Енді көп нәрсені білмеген нәрселерімізбен таныстық, енді сол жақта. Қорқып бардық қой енді біз, енді батыр емес, не күтеді, қандай не болады, талиптер кім екен. Шын мәнінде әрине көмек өте қажет етеді. Ол көмек тек біздің дәрігерлеріміз біз барғанымызда үлкен көмек деп ойлаймын. Өйткені ол біз өз қолымызбен жасаған оталарда ғана емес, біз оларға сенім беріп, осылай дүниежүзілік дәрігерлердің келіп сондай жағдайда көмектесіп келгеніміздің өзі оларға үлкен қолдау болды, оларға поддержка болды. Şu жалғыз емеспіз деп. Өте былай. Енді үлкен тәжірибе деп ойлаймын. Болашақта көзқарасымыз өзгерді көп затқа, мысалы. Мысалы, неге көзқарасыңыз өзгерді? Қандай мысал келтіріп айта аласыз? Барлық нәрсеге свет бар, интернет бар, үйде жылы суым бар, отопление бар. Далада бейбітшілік, мысалы, ашық аспан. Дұрыс айтасыз, негізі мысалы әлеуметтік желіден, видеодан көргенде ол басқаша, сен оны сол жаңағы оқиғаны жаман деп айтайықшы, мысалға көзіңмен көргенде мүлде басқаша. Сондықтан бүгін ата-бабамыз бекерін айтпаған ғой, мың рет естігенше бір рет барып көрген дұрыс, жақсы деп. Сондықтан да бұл үлкен тәжірибе. Енді Ауғанстаннан алған тәжірибеміз көп затқа. Елшіке рахмет. Енді біз біздерді былай қорғап, мысалда былай апарып жүріп, сондықтан біз жаман былай атысты, былай бір жаман нәрсе көрген жоқпыз, аулық болды. Құдайға шүкір, біз болған кезде ондай болған жоқ, қатты теракттар болған жоқ. Негізінде ол жиі болады нәрсе ол жақта. Просто Құдай сақтады енді, былай шын айту керек қой енді. Шын мәнінде. Бірақ әртүрлі жағдай. Сондықтан айтады біздерге, не расслабляйтесь, ситуация может измениться в любую минуту дейді. Бәрібір іште қорқыныш болады. Біз напряжен жүрміз, себебі жан-жақтан адамдар жүреді қарумен. Мысалы, теракт болуы мүмкін, взрыв болуы мүмкін, басқа нәрсе, атыс болуы мүмкін. Соның бәрінде дайын болыңдар. Былай расслабляться етпеңдер. Бәрі жақсы деп өздерін бір жаққа кетіп қалмаңдар. Себебі ол жақта адам ұрлауда нәрсе бар дейді. Сен шығасың, машина салады. Кімдер ұрлап кетеді сонда? Бандалар көп қой жақта. Группировкалар бар, бандалар бар, бір-бірінен атысады ол жақта. Просто ақшаға бола, мысалы, адамды ұрлайды. Сосын ертең ақша төлеңдер, босатамыз дейді. Сондай сияқты болуы мүмкін деген сияқты. Бір саусақтан кеспе. Бір саусақтан кеспе. Шын мәнінде әрине. Әртүрлі болуы мүмкін ол жақта. Сондықтан да бұл шын
мәнінде үкімет тарапынан біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлының осы елшінің ұсынуымен осыны қолдап, осылай бізді, бұл да үкімет үшін де үлкен енді қиын шешім болды, өйткені өз азаматтарын андай қауіпсіздікке, қауіпті жағдайға ұшырату, ол да енді үкіметке де үлкен жауапкершілік артады ғой. Соған да мойындау, сол жауапкершілікті өз мойнына алып, біздің қауіпсіз ретінде барып, өзіміздің дәрігер болғаннан, дәрігердің негізгі мақсаты ол көмек беру дейді ғой, дәрігерлік көмек беру. Сол борышымызды дүртпей орындауға бәрі атсалысқан осы елшіліктің жігіттеріне үлкен алғысымыз шексіз. Өйткені солардың арқасында біз өз елімізде жүргендей сезіндік енді. Бірақ сонда да артына жібермейді. Тек ұшақтан түскен кезде ғана өзіміз шында нағыз қауіпсіз жерде екен деп өзімді сөйтіп сезіне бастадық. Шын мәнінде, әрине ол шетелде жүргенде, ол шетел азаматы ол өз еліне ғана, біз өз елімізге ғана керек екенімізді байқадық. Енді байқағанымда да енді өзге елде ұлтан болғанша өз елінде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан болған жақсы деп енді қазақ бабамыз айтқандай. Сондықтан Жалпы Ауғанстанда адамның өмірі қаншалықты бағалы? Енді бізде енді Қазақстанда мысалы кішкене бір ауырып қалсаң дереу больницаға барасың деген секілді. Ал ол жақта мысалы дәріге жетіспей жатса, аурухананың ішінде адамдар өліп жатуы мүмкін ғой мысалға. Болуы мүмкін. Айта алмаймын қаншалық бағалайды. Себебі ол жақта 50 жылдан бері соғыс болған кезде адам бағасы іште жоғары емес деп ойлаймын. Сол жаңағы сіздер барған ауруханада сезілмеді ма дегенім ғой? Жоқ, ол жақта енді былай толықтай көмек көрсету, медициналық көмек көрсетуге тырысады бәрі. Былай ештеңкесі жоқ, ешкімі жоқ деп былай қарайды. Бәрін бірдей қарайды, көмегін көрсетеді, операция жасайды, керек жағдайда істейді. Ол жағынан айтып отырмын ғой, ауған халық олар былай намысшыл, олар ашық, тіке. Ондайлар жоқ былай. Аланда мынанда көмектеспейміз деп. Өте қонақ жайлы, одан мысалда жерде отырып, кішкентай нан жеп, шайын ішіп отырған адам біз көріп шақырып кел, шай ішіп. Соңғы нанмен бөлісуге дайын мысалы. Сонда халық олар. Бір-біріне жаны ашиды бәрі. Дәрігерлер мысалы. Жақсы, Олжас мырза, Алмас мырза, бізге уақыт бөліп сұхбат бергендеріңізге рахмет. Жақсы сұхбат болды. Істеріңізге береке беріп, жалпы істеріңіз ала баса берсін. Рахмет сіздерге. Рахмет сізге. Рахмет.